Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді және өте оңай жасалынатын шоколадты пирог жасап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып миксерлейміз. Сосын оған сүтімізді, сұйық майымызды құйып тағы да 1-2 рет миксерлейміз. Ал енді құрғақ массаларымызға ұнға какао, қопсытқыш салып араластырып, иеліктен өткізіп, аз-аздан сала отырып пирогымызды 180-200 градуста 30-40 минут шамасында пісіретін боламыз. Ал мен бетіне аздап крем жасадым, яғни бөлме температурасындағы сары май және қоюлатылған сүт. Бетіне жағып, сәндеу үшін шоколадты теркадан өткіздім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге пікір басып, лайк қалдырып кетуді ұмытпаңыз.